Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз пицца дайындаймыз. Маған 1 стакан су, жылы су, және де 1 стакан сүт, кішкене ас қасық тұз, қант, одан кейін кішкене дрожь қосамыз. Осылай қамырды илеп бастаймыз. Қамырды илеп болғаннан кейін қамырымыз ыдысқа жабыспас үшін, қолымызға жабыспас үшін сұйық май жағып қоямыз да 50 градуске пешке сап қоямыз. Сол кезде қамырымыз тезірек көтеріледі. Қамырды мен осылай жайдым. Одан кейін противеньге салдым. Противеньге салғаннан кейін мен алдын ала майонез бен кетчупты араластырып дайындап қойдым да бетіне жақтым. Перец салдым, сосиска салдым. Одан кейін мен помидорларды салып, бетіне сырды салдым. Осымен біздің пиццамыз дайын болады. Пицца бұл үйде жасалатын пицца, пирог деп айтамын мен бұны. Тез әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.